Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат жайында. Бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. UFC-ге қосылатын тағы да бір қазақ чемпионы Жәнібек Әлімханұлының болашақ қарсыластары Асу Алмабаев пен Азат Мақсұмның октагонға қайта оралуы, Сәбит Жүсіповтің чемпиондық кездесуі, Шавкат Рахмоновтың Америкадағы оқу-жаттығу жиындары және де кәсіби бокстағы Қазақстанның болашақ жұлдыздары. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайлы бүгінгі видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен өткен аптада біздің арнамызда UFC 294 турнирінен арнайы репортаж шыққан болатын. Сол видеода біз Абу-Даби қаласына барып, Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Билал Мухаммед, Петр Ян және де Хабиб пен Исламның бапкері Хавьер Мендесті кездестірген болатынбыз. Сонымен қатар Этихад аренадан жекпе-жектерді өз көзімізбен қарап, сіздермен бөліскен болатынбыз. Және де арнайы сіздер үшін UFC-дің ресми футболкасын сатып алып, көрермендер арасында ойнататын боламыз. Сол үшін міндетті түрде төмендегі сілтемемен сол видеоға көшіп, UFC-дің ресми футболкасын ұтып алыңыздар. Короче, туристермен что-то не то, вообще непонятно, короче. А Джонни Уокерді жалғастырасың ба деді. Джонни Уокер я деген, короче, бірақ судья тоқтатып қойды. И Джонни Уокер, короче, жігіттер, біз аренадамыз қазір уже. Тема, заттар алып алдым, керек заттардың барлығын енді арена кіріп баратырмыз. Кәсіпте барлығын көрсетемін. Братья с Казахстана, всем салам алейкум. Fight Nights лигасының жеңілірек салмақтағы чемпионы Сәбит Жүсіпов 10 қараша күні Мәскеу қаласында бразилиялық Вандерлей Джуниормен жекпе-жек өткізіп, чемпиондық белбеуін қорғайтын болады. Мексиканы лақабатымен танымал Вандерлей Джуниор бразилиялық джиу-джитсудан қара белбеу иегері, Thunder Fight және MMA Series лигаларының бұрынғы чемпионы. Бұл жауынгері біздің Сәбит үшін қиын қарсылас болуы мүмкін. Дегенмен, қазақ батырымыздың бұл жекпе-жекте жеңіске жетуін тілейміз. Бекзат Алмахан UFC-ге қосылатын тағы да бір қазақ жауынгері. Бірақ алдымен өзінің келесі жекпе-жегінде жеңіске жетуі керек. 18 қараша күні Алматы қаласында өтетін Октагон 52 турнирінде Бекзат Алмахан бразилдік жауынгері Ян Феразбен кездеседі. Инсайдерлердің айтуы бойынша бұл жекпе-жекті UFC матчмейкері Шон Шелби тікелей эфирден қарайтын болады. Жылдың басында MMA Junkie атты бұқаралық ақпарат құралы Бекзатты топ 5 ең талантты жауынгерлер қатарына қосқан. Бұдан соң Бекзат қатарынан 2 рет әдемі жеңіске жетіп, UFC матчмейкерлерінің көзіне түсіп бастады. Дәл қазір Бекзат 16 рет жеңіске жетіп, оның тек 2-ін ғана төрешілердің шешіміне дейін жеткізген. Сондықтан, әдемі төбелес тәсілін көрсететін қазақ жауынгері міндетті түрде UFC сапында жекпе-жектер өткізуі тиіс. Асу Алмабаевтың бапкері Азиз Разыев Вестник ММА YouTube арнасына берген сұхбатында былай деген: UFC турнирін тамашалаған жақсы, бірақ бапкер ретінде жұмыс істеген жақсырақ деп ойлаймын. Асу бізді турнирге алып барғысы келеді. Енді оның сауығып кетуін күтеміз. Оған Қытайда жекпе-жек берсе жақсы болар еді деген болатын. Айтып кететін жайт, 9-шы желтоқсан күні Қытай елі Шанхай қаласында UFC Fight Night турнирі өтеді. Асу Алмабаев пен Дартем командасы осы турнирді көздеп отыр. Ал біраз қазақстандық жауынгерлердің айтуы бойынша, Шанхай қаласындағы UFC-де батырымыз Азат Мақсұм жекпе-жек өткізуі мүмкін. Сондықтан, қос жұлдыз жауынгерлерімізді бір турнирде көрсек жақсы болар еді. Бұдан басқа, Дартем командасының бас бапкері Шавкат Рахмонов туралы да айтып кеткен. Шавкатты Стивен Томпсонға қарсы өте қызық шайқас күтуде. Бұл чемпиондық титул үшін үміткерді анықтайтын жекпе-жектің бірі болады. Рейтингте өзгерістер орын алды. Енді Шавкат 5-ші. UFC-де кейде 10-шы нөмірдің өзі чемпиондық титул үшін жекпе-жек өткізеді. Оған таң қалмаймыз. Бәлкім биыл екі талай. Бірақ келесі жылы мүмкіндік бар. Иншаллах, осыдан өтсе, бәрі жақсы болады деген еді. Айтып кететін жайт, Шавкат Рахмонов 16 желтоқсан Лас-Вегас қаласында
қаласында өтетін UFC 296 турнирінде Стивен Томпсонға қарсы жекпе-жек өткізеді. Көптеген аналитиктер мен эксперттердің және де Шавкат пен Стивен Томпсонның айтуы бойынша, осы жекпе-жектің жеңімпазы міндетті түрде чемпиондық белбеу үшін таласуы керек. Дәл қазір Шавкат американдық Kill Cliff залында жаттығып өзін көрсетуде. Күрестен болған спаррингте Bellator лигасының чемпиондығына үміткер жартылай орта салмақта өнер көрсететін Джейсон Джексонды жеңген еді. Айтып кететін жайт, Джейсон америкалық LFA, Titan FC және Victory лигаларының чемпионы. Және де 17 қараша Bellator 301 турнирінде чемпиондық белбеу үшін Ярослав Амосовпен жұдырықтасады. Ал енді Батыр Жүкенбаев шаршы алаңға оралу үшін ақш елінде оқу-жаттығу жиынын бастады. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Келесі жекпе-жекке дайындық бастадық. Алла бұйырса, уақыт пен қарсылас жақын арада белгілі болады. Маған қолдау көрсетіңіздер, деген болатын. Біраз уақыт өткен соң ресми Батыр Жүкенбаев 13 желтоқсан ақш елінде өтетін бокс кешінде IBO тұжырымы бойынша бұрынғы әлем чемпионы Мұхаммед Меймунмен кездеседі. 36 жастағы Мұхаммед 2016 жылы Еуропа чемпионы титулын жеңіп алса, 2018 жылы IBO бойынша әлем чемпионы атанды. Соңғы жекпе-жегінде Батыр 21 қыркүйекте План-Сити қаласында өткен бокс кешінде Аргентина боксшысы Уго Альберто Рольданды төрешілердің шешімімен жеңген болатын. Бокстың болашақ жұлдызы Айдос Медет Түркия елінің Стамбул қаласында өткен бокс кешінде ресейлік қарсыласын 6 раундтың нәтижесі бойынша бірауыздан 60-54 есебімен жеңді. Бұған дейінгі жекпе-жегін 2022 жылы қараша айында өткізген еді. Осылайша араға бір жылға жуық уақыт салып шаршы алаңға қайта оралды. Біраз уақыт бұрын Айдос Америкаға барып, сол жақта оқу-жаттығу жиындарын өткізген. Әйгілі Бади Магерттің қол астына жаттыққан болатын. Айтып кететін жайт, Бади Магер Жәнібек Әлімханұлының ақштағы алғашқы бапкері, және де сол бапкермен Жәнібек біраз чемпиондық белбеулерге қол жеткізген еді. Ендігі жолы Айдостың келесі жекпе-жектерін ақшта күтетін боламыз. Әуесқой бокстан Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Астана қаласында өткен Азия біріншілігінде 3 алтын, 4 күміс және де 3 қола жеңіп алды. 48 келі салмақтағы Алдияр Бахадыр, 75 келі салмақтағы Жандос Алпысбаев және де 80 келіден жоғары салмақтағы Бексұлтан Қайратұлы осы Азия біріншілігінде чемпион атанды. Жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы 2-ші орын алды. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлерді шын жүректен құттықтаймыз. Соңында UFC ресми түрде біраз жекпе-жекті жариялаған болатын. Ең алдымен 2 желтоқсан өтетін UFC Fight Night турнирін Арман Сорокян мен Бенил Дариуш арасындағы жекпе-жек басқарады. Ал комейн ивентте Дэн Хукер мен Бобби Грин кездеседі. Екі жекпе-жекте 5 раундты болады. Сонымен қатар бұл турнирге Шон Брейди мен Келвин Гаслом арасындағы жекпе-жек қосылды. Және де UFC-дің аса жеңіл салмақтағы бұрынғы чемпионы Дэвисон Фигередо Ром Фонтпен жекпе-жек өткізеді. Бұдан басқа авторитетті бұқаралық ақпарат иесі Ариэль Хильванидің айтуы бойынша Ислам Махачев пен Чарльз Оливейра 20 қаңтар күні жекпе-жек өткізуі мүмкін. Бұл жекпе-жек Канада елінің Торонто қаласында өтетін UFC 197 турнирін басқарады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егерде сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.